Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 11-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы я әріпінің жазылуы. Я әріпінің жазылу емлесін білемін. 43-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Тақырыбы дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Содан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам, адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай депті: босқа дауласпаңдар, адам үшін бәріңнің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса, адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса, адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ пен көз және мұрын болмаса, адам естіп көріп және ауа жұтып иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер. Бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер. Төмендегі тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұнын өз сөзіңмен айтып беру. Бір күні дене мүшелері өзара айтысып қалады. Әрқайсысы адамның өзіне көбірек мұқтаж екенін айтып дәлелдейді. Аяқ адамның жүруі үшін керек екенін, қол адамның жұмыс істеп тамақ ішуі үшін керек екенін, құлақ адамның естуі үшін керек екенін, көз көру үшін керек екенін, мұрын иісті сезу үшін керек екенін айтады. Сонда адам олардың бәрін татуластырып, әрқайсысының өз орны, өз қызметі бар екенін айтып, бір-бірін сыйлап өмір сүруді үйретеді. Екінші тапсырма: көз, құлақ, қол, аяқ не деп таласқанын өзім айтып беру. Аяқ мен болмаса, адам ешқайда бара алмайды. Сондықтан ең пайдалы менмін. Қол: жоқ, адамға ең керегі мен. Менсіз тамақ ішіп, жұмыс істей алмайды. Құлақ: адам естімесе қалай өмір сүреді? Сол үшін мен қажетпін. Көз: ал егер адам көрмесе не болады? Сондықтан ең маңызды менмін. Мұрын: менсіз адам иісті сезе алмайды, ауа жұта алмайды. Үшінші тапсырма: аяқ сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыру. Жазылуы аяқ 3 әріп, айтылуы дыбысталуы 4 дыбыс. Мұнда я әріпі 2 дыбыстан, и және а. Осы 2 дыбыстан тұрады. Сол үшін 4 дыбыс. 44-ші жаттығу. Әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендіру. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін керек? Туған жерге қайту үшін. Сөзде и, а дыбыстары естілгенімен жазылғанда олардың орнына я әріпі жазылады. Мая, сая, таяқ. 45-ші жаттығу. Сөйлемдерді көркем жаз. Балқия тісін жуды. Оның тісі тазарды. Інісі Аянның тісі ауырды. Ал балалар, төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші тапсырма: сөйлемдерді көркем жаз. Екінші тапсырма: я әріпі бар сөздерді тап. Балқия Аянның. Үшінші тапсырма: я әріпі қай дыбыстардың орнына жазылып тұрғанын дәлелдеу. Балқия, я дыбыстары балқи, ия. Аянның, ия дыбыстары аянның. Яғни я әріпі 2 дыбысты білдіріп тұр. Аянның тісі неге ауырды? Аянның тісі тазаланбағандықтан немесе кәмпитті көп жегендіктен ауыруы мүмкін. Сен тісіңді немен тазалайсың? Мен тісімді тіс пастасымен және тіс щеткасымен тазалаймын. Балқияның жазылуы 6 әріп, ал айтылуы 7 дыбыс. Ал аян жазылуы 3 әріп, айтылуы 4 дыбыс. Шығармашылық үзіліс. 46-шы жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасанған сөздерді тауып оқы.
Тапқан сөздеріңнің бәріне ортақ әріптің айтылуы мен жазылуында қандай өзгеріс барын айт. Сол сөздермен 5 сөйлем құрап жаз. Ал кеттік балалар, бірге орындайық. Жасырылған сөздерді табу. Берілген әріптерден я әрпі бар сөздерді іздейміз. Бірінші шаян, екінші тұяқ, үшінші аялдама, төртінші балқия, бесінші сия және әсия деген қыздың есімі шығады екен. Ортақ әріп және оның ерекшелігі. Барлық сөздерде я әріпі бар. Я әріпі 2 дыбыстан тұрады. Айтылуы ия болып естіледі. Осы сөздермен 5 сөйлем құрайық. Бірінші шаян сөзіне. Шаян құм ішінде жорғалап бара жатыр. Екінші аттың тұяғы қатты жерге тиді. Үшінші автобус аялдамада тоқтады. Балқия тісін жуды. Бесінші қаламға көк сия құйдым. Әсия кітап сатып алды. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.